Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадисі бар екен, имам Термизиден келетін, адамның дейді бір отар қойы болса дейді, соның ішіне екі қасқыр жібере салса, сол екі қасқыр оның қойларын қалай талайды дейді. Біліп қойғын дейді, ата құмарлық дейді. Сол екі қасқырдан да дейді сенің дініңе зиян дейді. Сол екі қасқыр қойға қалай зиян болса, сол екі қасқырдан да сенің дініңе зиян дейді. Бұл ата құмарлық. Өйткені адам кім үшін істей бастайды барлығын? Адамдар үшін. Осы айтсыншы, кім берік айтсыншы, Өміржан маған бір жақсы сөз айтсыншы, Секең мені мақтасыншы. Ол үш нәрсе айтпаса, ол қол шапалақтамаса, бейне бір далаға кетіп қалғандай да. Сол үшін не дейді? Ғалымдардан мынандай сөз бар екен ғой, достас. Саған сынақ ретінде жеткілікті дейді. Адамдар сені саусақпен шошайтып жүріп, осы ғой деп айтып жүрген. Соның өзі дейді. Даже айтпай-ақ қойсын дейді, сөзбенше саусақпен шошайтып отыр. Кетіп баратасың ғой алыстан. Саусақпен шошайтып қойған, танып қойып жатыр деген дейді жаңағындай ше. Соның өзі саған сынақ ретінде жеткілікті дейді да, енді субханалла.